Ертең біздің өміріміздегі ең қауіпті сөздердің бірі, армандарымыздың тек фантазия күйінде қалуының басты себепкері. Өмірін өзгертуге қадам жасағысы келмейтіндердің сылтауы. Ертең бүгінгі күннің маңыздылығын жояды. Ол бір құдды сен өмірге саяхат жасайсың, ал ол бір сәтке дейін жайбарақат шалқайып жата тұр дейтіндей. Қазіргі жағдайға көндіріп әлі алда ұзақ өмір күтіп тұр, бәріне үлгіресің дейтіндей. Осылай кейбіреулердің ертеңі өмір бойына созылады. Ертең қателіктен де жаман себебі. Ол сенің ең бірінші қадам жасамауына алып келеді. Есіңде болсын, сенің өмірінде бүгінгі күннен, дәл қазіргі сәттен қымбат маңызды сәт ешқашан болмайды. Өзінің қанша уақыт бар екенін ешкім білмейді. Соңында сол бір іспен айналысу үшін алғашқы қадамды жасамағанын ең үлкен өкініштерінің бірі болады. Ал қазір сенде бары тек қана бүгін. Әрбір саяхат бірінші қадамнан, ертеңнің қандай екенін білмей тұра сенімділікпен тәуекелге бел буып алға басудан басталады. Анық нәрсе сен өсесің, күштірек әрі білімді боласың, өмірлік тәжірибең де артады. Ертеңгі күнді күтпей, көп ойланбай, қазір әрекет ет. Қазіргі сенді қалауындағы ертеңгі сенге айналдыратын жалғыз жол осы. Сенің жақсы өмір сүруге құқығың бар.